Сәлем, сенімен бірге мен халықтың фаризасы, практик, психолог. Менің YouTube каналыма қош келдіңдер. YouTube'ды қайтадан қолға алмақшымын. Маған осындай сөйлеу варианты қатты ұнап жүр. Инстаграмдағы сторисқа сыймай бара жатырмын. Және бір ескертетін дүние, бұл формат монтажсыз болады. Яғни қалай бар, солай видео түсіріледі, және дәл солаймен жүктеліп отырады. Себебі менің монтажға уақытым да жоқ, оған энергиям да жоқ, мне лень, былайша айтқан кезде. Және де мен күшті бір видеограф, монтажер емеспін. Сол үшін де менен бір супер әдемілікті, эстетиканы күтпеңдер. Вот ақпаратты мен бере аламын. Осындай бір айтқым келетін дүние, мен де негізі ойлап жүрдім. Бұрынғы видеоларды қарасаңдар болады, видеографпен сөйтіп жұмыс жасап жүрдім ғой. Но қазір енді бір монтажер алып, ол видеограф алып, оның бәрін идеалды мен жасап боламын, мен перфекционизмді қосатын болсам, каждый детальға мән берем, то сөзім ұнамайды, то көзім ұнамайды, то түрім ұнамай қалуы мүмкін. Солай мен көп материал просто шықпай қалады. Бұл форматты прямо бүйтіп шай кофелеріңді дайындап, болмаса су ішетін суларыңды әкеп қойып көрсеңдер, сондай бір домашний дейміз ба, бір лайв форматта өткізгім келеді. Осы, яғни ожидание қоймаймыз, жай ғана бұл жақта бір сырласайық, сұрақтар болса қояйық, және де бір рубрикалар болса, өздерінде қызық ұсыныстар болса төменге жаза кетіңдер, міндетті түрде оқимын. Және менің өзімнің қазір ойлап отырған дүнием, сұрақтарын жазсаңдар болады төменге, мен барлығын жинақтап апта сайын сол сұрақтарға жауап ретінде жай ғана былай емес, кәдімгідей ашып тұрып түсіндіріп, айтып видеоларды салғым келеді. Сол үшін де сұрақтарым мазалап жүрген дүниелер болса, барлығын төменге жазып кетіңдер. Міндетті түрде тек YouTube'дан алып, осы жерде комментариядан жауап беретін боламын. Инстаграмға тіркелмеген болсаңда тіркеліп алыңдар, төменде сілтеме болады. Каналға да тіркелуді ұмытпаңдар. Ендеше бастайық. Бүгінгі біздегі тақырып бұл мастурбация. Және мастурбацияға тәуелділік туралы айтқым келеді. Өте актуальны тақырыптардың бірі. Және бұл мастурбация тәуелділік мен қыздардың, жалпы әйелдердің денсаулығынан, психикасынан жүргізіліп айтылады. Бұл еркектерге арналған видео емес. Сол үшін ер адамдар шығып кете берсеңдер болады. Ал қыздарға және де әйелдерге тоқталатын болсақ, бұл прямо өте үлкен табу тақырыптардың бірі. Бұл бізде ашық айтылмайды, талқыланбайды. Якобы норманың ішіне кавычка кіріп кетеді, бұның тәуелділігі, оның зияны, қанша алып келіп жатқан проблемалары ашықтан ашық көп жерде көрсетілмейді. Сол үшін де мен YouTube'ға арнап осы видеоны түсірейін деп шештім. Ең бірінші, жалпы мастурбацияның өзіне біз медицинада норма ретінде қарастырамыз, дегенмен де кез келген нәрсенің бір шегі бар да, сол шектен асып кететін болса, бұл уже тәуелділікке, яғни адамның күйіне, жанына, денесіне деген сияқты зияндары әсері бар. Осы бір зияны туралы айтқым келеді, бұл видео осыған қатысты. Яғни мастурбация тәуелділік дегеніміз не? Бұл мастурбацияны бір ләззат алу үшін емес, немесе жыныстық қарым-қатынасты қалағандықтан, бір жасағандықтан емес, ол неврозды түрде, яғни кез келген ситуацияда адам жасай береді. Стресс сезініп тұрма, ол мастурбация жасайды. Жалғыздық сезініп тұрма, мастурбация жасайды. Көңіл-күй түсіп тұрма, мастурбация жасайды. Ашуланып тұрма, ашуын мастурбация арқылы шығарады. Жаңағыдай тревога болып жатыр ма, іштей бір ойлар келіп жатыр ма, ол мастурбация жасайды. Это то же самое, тамақты заедать етеміз ғой. Тура сондай әсер. Сенде эмоциялар көп, сен оны переваривать ете алмай тұрсың, қорыта алмайсың. Ең тез жеңіл жол адамға негізі ол мастурбация жасай салу. Вот то же самое қыздар, әйелдердің бір бала кезден, тем более жаттанды, сондай бір неврозды түрде мастурбация жасайтын әдеттері болады. Бұны біле бермейді, бұны ешкіммен, подругасымен отырып талқылай алмайды, бұны анасымен отырып талқылай алмайтын тема. Сәйкесінше, әркім бұны өзінің ішінде біткен темный бір кабинет дейміз ба, темный сторона деп айтамыз ба, сол жаққа тығып қойған тема. Сол үшін мен бұны ашып айтып жатырмын. Және өте көп мен бұл тақырыпта жұмыс жасадым, және бұның жасап келемін де. Енді причиналардың бірі
Мастурбация тәуелділіктің себептерінің бірі бала кездегі зорлық немесе домогательственный әсері. Яғни қыз бір өзі 12-13 жасқа келген кезде, жыныстық жетілу болып жатқан кезде мастурбациямен танысқан жоқ. Яғни ақпаратты ол экологично дейміз ғой, яғни сау, саналы тұрғыда бүйтіп барып алған жоқ. Оған 4 жасында, 5 жасында, 10 жасында ағасы, көкесі, көрші бала, сол ойнап жүрген бір сыныптасы, әйтеуір біреу келіп жыныстық мүшесін уқалап, стимуляция жасап, бір андай ләззат дегенде ол кезде ол ләззатты түсінбейді, бірақ бір удовольствие алған сезінеді да. И соны невроз түрде жасай бастайды. Яғни мама папа ұрысты ма, барады да бала просто жасай салады да, солаймен успокоение алады. Внимание жетпей жатыр ма, барып тығылып мастурбация жасайды, сөйтіп успокоение алады. И солай ол привычка болып кетеді. Яғни эмоция, қысым келіп тұр ма, напряжение, мастурбация жасайды, шығарып тастайды, болды. И ол эмоцияны қорытпай, талқыламай, анау рефлексия дейміз ғой, адам ойлану керек қой негізі, процесс болып жатыр, сен қандай да бір сезімдерді сезініп тұрсың, ашуың келіп тұр, бір эмоциялар жүріп жатыр, оның реакциясы және де ойлану жүйесі уже ана нәрсені қорытуға емес, бірден тек мастурбация жасап шешіп тастауға ұмтылып тұрады. И тәуелділіктің көп жағдайдағы ситуациялардың барлығы осылай басталған. Яғни саналы түрде мен өзім бір мастурбация жасайын деп емес, просто үйретті, көрсетті, либо домогаться етті, либо кәдімгідей зорлық болды, инцест болды, и содан кейін просто на автомате қыз жасай береді. И ол проблема өсе келе түседі да, 18 жасқа келген кезде, 20 жасқа келген кезде, бұның аты мастурбация деп аталынады екен, бұның мынандай зияндары бар екен деген сияқты сезіне бастайды. Енді эмоционалдық тұрғыда бұл қалай әсер етеді? Эмоционалдық тұрғыда адамда пустота бола бастайды. Яғни мастурбация жасайды, жаңа бүкіл эмоциясын бәрін скопление жиналды, напряжение болды, мастурбация жасады, болды. Дене босады. Просто мида, денеде дофамин кетті, дене босады. Бірақ іште уже пустота бола бастайды. Оның пустотаның орнына не келеді? Естественно, бізде өзін-өзі кінәлау сезімі келеді. Ұят сезімі келеді, өзін-өзі жек көру сезімі келеді. Неге? Себебі бұл тақырып табу, айтылмайды, ұят болады, ойбай, масқара, сен жаман қызсың, сен бұзылған қызсың деген сияқты ойлармен алып аутоагрессия жасайды. Яғни өзін-өзі кінәлау процесі басталып кетеді. Бәрі дырылдау керек осы уақытта, менімен бірге жағаласу керек қой. Яғни өзін-өзі кінәлау процесі қосылып кетеді. Понимаете? Адам и так напряжениемен бар бұл мастурбацияны жасады, жасап болғаннан кейін ол андай ұйықтап, тынышталып, спокойно ары қарай өмірін сүріп кетсе, ол ештеңе етпейді ғой. На самом деле мастурбация процесі солай болу керек, сен сексуальный удовольствие қаладың, жасадың, алдың удовольствиеңді, и болды, сен дальше өмір сүріп кете бересің. Ер адамдарда в основном солай негізі. Ал мына жерде бізде тәрбие бар, менталитет бар, дін бар, сәйкесінше ол жасағанша өте көп напряжение болады, жасап болғаннан кейінде ол жерге өте көп негативті сезімдер мен эмоциялар келеді. И бұл андай біткен круг, бітпейді. Жаңағы сезімдерді сезінеді, ол бірнеше күн өзін жейді, өзін күнәһар сезіну мүмкін. Мына жерде келесі күн жұмысында бір сәтсіздік болса, сабақта бір сәтсіздік болса, ойлайды, вот, мен кеше мастурбация жасадым, вот это соның наказаниясы. Мен жазасын алып жатырмын, мен жазасын өтеу керекпін деген сияқты искажениялар жүреді. Настолько ситуацияларды, информацияның барлығын адам уже искажениемен қабылдай бастайды. И іште үлкен бір пустота жүреді. Жаңағы ол сезімдермен толығады, ол қайтадан босайды, қайтадан келеді, сөйтіп бір цикл жүре береді. И екінші үлкен бір эмоционалдық тұрғыда бұл тәуелділік. Яғни адам осы нәрсеге тәуелді болады. Тура тамаққа қалай тәуелді болады, адам қалай темекіге, ішімдікке, ойынға, қыдыруға, шопингқа тәуелді болады ғой. То же самое бұл жерде де тәуелділік жүреді. Мастурбация жасамаса, это уже бірден жетіспей тұрғандай сезім болады. Ол саналы тұрғыда түсініп тұр, мен жасамайым, бұл дұрыс емес, либо мен жасағым келмейді деген сияқты бір шешім бар, бірақ бейсаналы тұрғыда оны басқара алмайды. Яғни психиканы автоматты түрде рефлекс болады ғой, бір инстинкт болады.
тура сондай бір андай әрекет болады да, инстинктпен жасай береді. Бірақ өзіне еще айтады, мен жасамаймын деп айттым ғой, ну вот мен қайтадан жасап қойдым, вот мен жаманмын. И бұл неге әсер етеді? Бұл уже самооценкаға әсер ете бастайды. Адамның өзін-өзі бағалауы, идентификациясы құртылады. Яғни ол айтады, мен жаман қызбын, мен жақсыға лайық емеспін, жақсы өмір сүруге, жақсы ақша табуға, жақсы жігітпен қарым-қатынас құруға лайық емеспін деген сияқты уже ойларды түзе бастайды да, и өзін төменгі бір жерге дейін түсіріп тастайды. Планканың барлығын түсіріп тастайды. И дальше не болады? Физиологиялық тұрғыда қандай проблемалар туындайды? Физиологиялық тұрғыда бұның барлығы енді дене ғой, денеде белгілі бір система бар, бұл просто анатомия, жүйе бар. Біз білеміз, жыныстық мүшеде өте көп нерв нүктелері бар, стимуляция жасайды, и ең жаманы ол енді кәдімгі жігітпен, ер адаммен қарым-қатынаста оны қоздырмайды. Былайша айтқан кезде оған всегда порно қосу отыру керек, немесе мастурбация жасау керек. Әйтпегенде ер азаматпен жыныстық қарым-қатынас оған мүлдем қызық емес. Яғни қозу үшін қосымша порноның элементтері болу керек, немесе порноны көріп отыру керек деген сияқты. Сондай тәуелділіктің зияны бар. Екінші тағы бір нәрсе бұл вагинизм. Яғни ер адаммен жыныстық қарым-қатынасқа түсе алмайды, просто қабылдамайды. Жыныстық мүше ер адамның мүшесін қабылдамайды. Вагина просто отказ болды. Бұлда тәуелділіктің салдары болып саналады. Және физикалық тұрғыда тағы да бір мәселе, бұл уже мидағы нейромедиаторлардың жұмысы бұзылады. Ол әдеттегі мидың жұмыс жасау процесі бар ғой, содан сәл бөлектеу бола бастайды. Яғни дофаминға тәуелділік бар, бұл жерде жаңағыдай тез алып алуға, тез барлығын қорытуға үйренеді да, андай терең ойлануға, бір ұзаққа бір баруға адамның уже жүйке жүйесі шыдамайды. Яғни барлығы тез болу керек. Мен ойланғым келмейді, мен шешім қабылдағым келмейді, миым просто жұмыс жасағысы келмейді. Бұл любой тәуелділікте бар. Мысалы, ішімдік ішетін, темекі шегетін, наркотик болатын болса, то же самое, оның да миы солай жұмыс жасайды. Мастурбация тәуелділікте сонымен бірдей қызмет атқарады. Анаумен қатысы жоқ, бұл никотин емес, денеме еш нәрсе түсіп жатқан жоқ дегенмен, бірақ іштегі жұмыс жасап жатқан рецепторлар, тәуелділіктің схемасы ол бәрібір бірдей болады. Сен денеңе никотин түсіп жатқан жоқ, қаныңа алкоголь барып кіріп жатқан жоқ, но бәрібір ішкі жүйе қалай тәуелді болады басқа заттарға, тура солай қызмет атқарады. Психологиялық тұрғыдан қандай проблема бар? Психологиялық тұрғыдан адам, біз қоғаммен қарым-қатынас құрамыз ғой, қоғаммен байланыстан қаша бастайды, оқшаулану дейміз, өзіне бір круг жасап, сол кругпен ғана сөйлесу мүмкін, либо вообще жалғыз жүре бастайды. Себебі сөйлесен десе, как будто мен ана жаман жанды біліп қояды-ау, мені жаман қыз деп ойлап қалады-ау, мен бұлармен сөйлесуге лайық емеспін, бұлардың барлығы аппақ, мен қап-қарамын. Аналардың барлығы керемет қыздар, мен жаманмын деген сияқты өзін қабылдай бастайды, оқшаулану жүреді. Эмоционалдық жаңағыдай сезімдерді сезіну, эмоционалдық интеллект деп айтамыз, сол сезімдерді тану, түсіну деген нәрселер болмайды. Ми жай жұмыс жасайды, ұйқы бұзылады, энергия түседі, адам ойланғысы келмейді, есе сақтау қабілеті төмендейді, ой шашыраңқы болады, кейде тіпті андай расторможение дейміз ғой, ми настолько расторможениемен жұмыс жасайды, жаңағыдай сөйлеп, түсіндіру, айту деген процестің өзі үлкен бір проблема болып көріне бастайды. Адам жалғыздыққа үйреніп қалады, тұйық болып кетеді, жігітпен де, қыздармен де қарым-қатынас құрмайды. Тағы да бір тәуелділіктің үлкен бір зияны бұл порно актрисалармен өзін салыстыру. Яғни аналар әдемірек, аналар күштірек, мен жаманмын. Еще мен бұны қарап отырмын, еще мен жасап отырмын. Короче, мен ең жаман адаммын деген сияқты өзінің идентификациясын сондай бір ат беріп тастайды да, өзін төмендетіп жерге тастап жібереді. Бұл тәуелділіктің үлкен бір зияны. Бұл туралы қыздар, тем более психологқа барып жүрген қыздар болсын, мейлі бизнес жасап жүрген қыздар болсын, олар даму, тұлғалық даму, діни бір оқулар бар, оқуы мүмкін. Бірақ бұл тақырыпты келіп
ашып психологпен талдауға тағы да біз ыңғайсызданамыз. Неге? Себебі мені осуждать етеді, мені жаман деп ойлап қалады, маған қарым-қатынасы өзгеріп кетеді деген сынды ойлар бар. Сол үшін де мен бұл тақырыпты көтеремін, бұл тақырыпты инстаграмда мен өте жиі айтамын, және бұл айтылуы да керек. Және маған келген қыздар негізі терапиядан емес, тіпті бірінші диагностиканың өзінде себептерін айтады, не болып жатқанын айтады. Көп қозғағандықтан оларға мен уже как бы жақынмын, мен бір бөтен адам емес, алыстан қарайтын адам емес, әйтеуір сразу келіп диагностика, менде негізі проблема осындай, мен осындай нәрселерді жасаймын, осындай тәуелділігім бар деген сияқты открыто біз ешқандай ұялусыз, қысылусыз, мені бір сынайды деп ойламайды. Поэтому бізге жұмыс өте жеңіл жүреді. Және тәуелділіктен құтылу үшін мен мастурбацияны жасамаймын деп бүйтіп қысыммен дисциплина қойып, трекер жасап, болмаса діни бір андай өзіңді шектеп, әртүрлі уағыздарды, кітаптарды оқып, болды мен жасамайын деген сияқты сөйтіп қысыммен жүріп, адам еш нәрседен арыла алмайды. Біз білеміз, любой тоже тәуелділікке қатысты. Бұл адам өзіне қысыммен жасайтын болса, болмайды деп айтады. Бізге бала кезде ананы жеме, ананы алма десе, баланың ананы барып алуға құштарлығы 10 есе ашылады, тіпті 100 есе. Соны жасамайынша ана ми успокоиться етпейді. То же самое, сен өзіңді қазір қысып жүресің, мүмкін 1 ай, 2 ай, 6 ай шыдарсың, бірақ одан кейін тоқтай алмайсың. Срыв болады, нервный срыв дейміз. Тамақпен соямын, мен диет ұстаймын, болды, жемеймін, арықтаймын дейтін болсаң, сен 1 күн жүресің, бәлкім 1 апта жүресің, мүмкін 1 ай бойы өзіңді ұстарсың, но одан кейінгі срывта сен тоқтай алмай 1 апта жеуің мүмкін да. Неге? Себебі мидағы қатты біткен дисциплин болмайды деген нәрсе. Ол белгілі бір күнге болады, адам терпениесі жетеді, белгілі бір жерге дейін. Содан кейін болды, жарылады. Ол жарылған кезде пружина сияқты атылып кетеді да. Сен тоқтата алмайсың. Сен басқара алмай қаласың. Настолько потокпен келген кезде сен ол энергияны ұстай алмайсың. И ол кезде өзін кінәлау да, жеу де одан сайын үлкейді. Мен неге былай жасадым? Мен негізі осылай күшті болып жүрдім ғой, неге бұл бұндай болып кетті? Мен қолымнан түк келмейді, мен бір бастаған ісімді аяғына апара алмаймын, мен сондай жаман адаммын деп тағы да өзін-өзі жазалау, өзін-өзіне ұрсу, агрессия көрсету деген процестер қосылады. Сол үшін айтамын, бұл жерге қаттылықпен емес, жұмсақтықпен жұмыс жасау керек. Андай өзі ол психика қиналып тұр ғой, бекерден бекер барып тұрып мастурбацияға тәуелді болып жатқан жоқ. Кез келген тәуелділіктің артында өте көп сезім бар, өте көп эмоция бар. Әркімнің өзінің историясы бар ол жерде. Әр адамға бұл индивидуалды жүретін нәрсе, барлығына бірдей міне осылай қойып кетесіңдер деген сияқты схема жазып бере алмаймыз. Сол үшін біз бұнымен жеке терапияда жұмыс жасаймыз. Мен всегда айтамын, бәрібір ол подход жеке болады, және де бұл жұмсақ түрде болу керек. Яғни сен махаббатпен, өзіңнің миыңды түсініп, денеңді түсініп, сезімдеріңді түсініп, танып барып, саналы түрде бұны қоймайтын болсаң, онда қысыммен жүріп, сен тәуелділіктен арыла алмайсың. То же самое біз ішімдік шегетін адамды апарып, лудоман адамды апарып, болды сен ешнәрсе жасамайсың, үйге қамап қойсаң да, ішімдікті жаңағыдай көрмейтіндей, бермейтіндей қылып қойсаң да, ол бір күн болсын, бір күн ол үйден атылып қашып шығып, бәрібір ол нәрсені жасайды. Неге? Себебі оған ол саналы түрде келген жоқ. Сен оған қысыммен ананы бүйтіп қамап, қинап, жазалап, ұрсып, соғып жасайтын болсақ, ол бәрібір қоймайды. Сол үшін айтамын, тәуелділіктен арылғың келсе, лучше өзіңе қамқорлықпен жасау керек. Сен бекерден бекер тәуелді болып тұрған жоқсың. Оның артындағы себеппен жұмыс жасау керек. Біз көбіне не істейміз? Біз салдарға жүгіреміз ғой. Мен осылай жасап жатырмын, демек, мен мынадан құтылуым керек деген сияқты. Мастурбацияның өзінде емес проблема. Проблема гораздо тереңде жатады. Әркімде әртүрлі, яғни бастапқы негізгі себебін тапқан кезде, мысалы біреуде зорлық болуы мүмкін, сол больно болып тұр. Сол больды қайтадан проживать ету үшін, немесе қайтадан мен бақылап жатқанда, менің бір андай
құзырымда тұрған сияқты, менің контролімде тұрған сияқты сезімді сезіну үшін мысалы қайта сол сценарийді қайталай береді. Мысалы домогательство болса то же самое болуы мүмкін. Әртүрлі. Біреу просто жаңағыдай стрессті шығарудың жолы қылып әдет етіп алған, басқаша жолды ми білмейді. Білмегендіктен стресс болған кезде не істейді? Барып мастурбация жасайды, демалады. Болды. Осылай мен там миым тынышталады. Бұл жердегі схема әуел баста мына жағында себебі өзгеретін болса, салдар автоматты түрде өзгереді. Яғни мына жердегі ұстап тұрған травманы адам жапса, сен мастурбация жасағың келмей қалады. Саған вообще интересно болмай қалады ол тема. Сен мына жерде мен мынаны қоямын деп мастурбацияның өзіне тіресіп алып, соны ойлап, ол туралы ақпарат іздеп жинаған сайын керісінше ана импульсті күшейте бересің да, сен наоборот жасағың келіп тұрады. Вот, осыны түсіндіргім келді. Бүгінгі айтқым келген тақырып осы. Сұрақтар болса, сендердің ойларың болса, мен оқуға төменде дайынмын. Егер де бұл жерде мен жаза алмаймын, жаңағыдай адамдар оқиды, менің өзім аккаунтым, өзім атыммен тұр дейтін болсаңдар, онда инстаграмға дайректке шығып, анонимді түрде сөйтіп жазсаң, өздерің аккаунттарымен жазайын, оны менен басқа ешкім көрмейді, менің дайректімді солай жазып бөліссеңдер болады историяларыңмен. Жеке диагностикаға, жеке терапияға жазыламын десеңдер, төменде міндетті түрде сілтеме бар, сол жаққа өтіп жазыла аласыңдар. Сұрақтар болса, мен ашықпын, каналды қолдап, видеоға лайк басып, пікір жазып, құрбыммен бөлісіп, солай жасайтын болсаңдар, мен өте қуанар едім. Келесі кездескенше сау болыңдар.